өмірден алынған YouTube арнасы. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Ерте кезде бір жас жұбай отау құрып үйленеді. Күйеуінің жұмыс бабына байланысты шеткеу бір ауылға көшіп барады. Солай сол ауылда бір жалдамалы пәтерде тұрып жатады. Жағдайлары жақсарып өздеріне үй сатып алады. Үй шағын, жарық, 4 бөлмеден тұрады. Солай жүріп, келіншектің аяғы ауыр болады. Дүниеге тұңғыш сәбиін алып келеді. Уақыт өте келе екінші рет жүкті болады. Солай ол үйде кейбір заттардың орнынан қозғалатынын, бөгде дыбыстардың шығатынын байқап жүреді. Бірақ ол үйдегі жиһаздардан болар, бұл ауыл шеті болғандықтан, желдің сыбдырынан болар деп мән бермей жүре береді. Солай келіншек екінші рет дүниеге сәби алып келеді. Барлығы таң-тамаша, жолдасының жұмысы жақсы жүріп жатыр, бақытты да баянды ғұмыр кешіп жатады. Екі перзентін ұйықтатып, түскі ұйқыға жатайын деп келіншек сәл демалуға жатады. Сәл тынығып жатқан кезде түсінде барлығы бақытты, ойнап күліп ойнап жүр екен. Бірақ бір кезде кенеттен келіншектің аяғына жылан оратылып қапты. Келіншек қорыққаннан шошып тұрыпты. Шынымен де аяғында жылан. Айқайлап жіберіп аяғын тепсінгенде жылан жерге құлап түсіпті. Үрейленген келіншек екі сәбиін алып сыртта тұрыпты. Кеш қарайғанда күйеуі жұмыстан келеді. Күйеуіне барлық мән-жайды жеткізеді. Күйеуі басында мән бермейді. Сен қорыққан боларсың, түсіндегі көзіңе елестеген болар деп келіншектің сөзіне мән бермей үйге кіріп, кешкі ас суларын ішіп демалысқа жатады. Осылайша араға бірнеше айлар салып, жылан жайлы оқиға ұмыт болады. Келіншек те үйінде баяғыдай тіршілігін жасап жүре береді. Бір күні ол төсек орнын жинап жатса, төсегін қағып қалған кезде бір жылан жерге аунап түседі. Келіншек айқайды салып көршілерге барып шақырады. Келсе, үйде ешқандай жылан жоқ. Сен қарғам қорыққан боларсың деп көршілер де келіншекке басу айтады. Бірақ келіншек көзбен көрген еш ұмыта алмайды. Денесі мұздап сала береді. Кешкісін отағасы жұмыстан келгенде тағы мән-жайды айтады. Сен-ақ осы дүрлігетте жүреді екенсің. Мен саған айттым ғой, ештеңе жоқ деп отағасы ашуланып жатып қалады. Бірақ келін сол күннен бастап дұрыс ұйықтай алмайды. Түсінде жыландар көріп, ол оны буындырып жатқанын, болмаса үстінде өрмелеп жатқанын сезіп жүреді. Осылайша күндер айлар өтеді. Отағасы ұзақ сапарға кетеді. Келіншек ол үйде қалуға өте қатты үрейсінеді. Бірақ амалдың жоқтығынан екі баласымен қалады. Үйде жүргенде барынша сақ болуға тырысады. Бір күні ыдыс аяқ жуып, ыдыстарды орнына қойып жатқанда, шкафтың ішін ашып қалса, іші толған жылан екен. Айқайлап жібереді. Солайша одан кейін үйге кірмей қояды. Түн батады, күн батады, 2 күндей далада түнейді. Осылайша келіншек қайттан үйге оралады. Отағасы да жұмыс уақыты бітіп үйге оралады. Сол кезде мән-жайды айтып түсіндіреді. Жоқ, саған қос көрініп жүр, қайдағы жылан деп отағасы мән бермейді. Екеуі де түнгі ұйқыға жатады. Сол кезде үйдегі жыбырлап жүрген жыланның бар екенін дәлелдеймін деп келіншек ұйықтамайды. Осылайша ертесі күні жолдасы келіншегі мен 2 баласын қалаға төркініне жіберіп, өзі жарықта жыланның шығуын күтеді. Осылайша үйдің ішінде болады. Күн шығады, үйде отырады, бірақ ешқандай жыланды байқамайды. 2 күн отырады. 3-ші күні ғана жыландардың топырлап шығып жатқанын байқайды. Біресе төсектің арасынан, біресе ыдыс аяқтың арасынан, біресе есіктің арғы бетінен келе жатқанын байқайды. Бірақ ол жыланның қай жерден шығып жатқанын мүлдем байқамайды да, іздемейді де. Өзі де шошып кетеді. Біраздан соң есін жиып, жыландарды шабуға кіріседі. Кезек-кезек бастарын шаба бастайды. Бірақ жыландар еш таусылмайды. Өзі де үрейленіп далаға қаша жөнеледі. Біраз уақыт өткеннен кейін есін жиып үйіне енсе,
біраз жыланның басын шауып тастаған екен. Балаларым қорқып қалмасын деп барлығын шығарып жуып тазалайды. Енді жыландардан құтылдым-ау деп ойлайды. Солайша сол күні үйде өзі түнейді. Бірақ ешқандай жыланның ізі де жылан да байқалмайды. Тағы екінші күн түнейді. Тағы да жылан байқалмайды. Енді үйі қауіпсіз болды деп ол келіншегін бала-шағасымен үйіне алып келеді. Осылай уақыт өте бастайды. Келіншек те, жұбайы да жылан туралы оқиғаны ұмытып кетеді. Күнделікті тірлікпен, күйбең тірлікпен келіншегі үйде, ал отағасы жұмысқа кетеді. Осылайша ұлдар да ері жетіп, уақыт өте береді. Күндерден күн, айлардан айлар өтеді. Бір күні келіншек ұйықтап жатса, біреу оны буындырып жатқандай сезімде болады. Бір алып қара жылан оны басып атқандай өзін сезінеді. Бірақ орнынан тұра алмайды. Ауа жетпейді, өкпесі қысылып жатыр. Солай бірнеше сағат арпалысады. Өзімен жан айқаймен күреседі. Бірақ ешкім көмекке келмейді. Отағасын дыбыстап шақырып жатқан сияқты. Бірақ ол естімей жатқан сияқты. Жаны өте қатты қиналады. Сол түн келіншек үшін ауыр болады. Осылайша арпалысып өткен түнін таңертең жолдасына баяндайды. Мен саған айттым ғой, үйде ешқандай жылан жоқ. Мен барлығыны көзін жойдым деп жолдасы бой бермейді. Бұл жерде бір мән бар. Бұлай болу мүмкін емес. Бұл жерде немесе кие бар деп келіншек те бой бермейді. Мен сондай жаным қиналып шықты түнде деп оқиғаны айтып қоймайды. Күйеуі бой бермейді. Сен ақ жүрегің алып қорға береді екенсің дейді. Солай жолдасы жұмысқа кетеді. Келіншектің ойынан сол бір жыландар кетпей қояды. Түн ауып, келіншек те, жолдасы да, екі перзенті де тәтті ұйқыға кетеді. Түннің қақ ортасында қара терге тұры түсіп жатыр екен келіншек. Солай орнынан атып тұрса, екі перзентін де, жолдасын да жыландар буындырып өлтіріп тастапты. Өзіне де бір жылан баса жармағай тармасып, мойнына жармасып жатыр екен. Келіншек қанша алысса да ол жыланнан құтыла алмапты. Солай келіншек те сол жерде жан тапсырыпты. Сонда оның жолдасы өлтірген бұл ордалы жылан екен. Ордалы жылан өзінің кегін алмай, ешқашан ол жерден кетпейді екен. Сен мейлі қыр асып кет, тау асып кет, көшіп кет, ол сені бәрібір тауып алады екен. Жыланның да ішінде киесі болады деген осыдан қалған. Ордалы жыланға ешқашан тиісуге болмайды. Ол тиіскен адамды ешқашанда аямайды екен. Осылайша бүтін бір семья жыланның кесірінен көз жұмып